Сәлем баршаңызға, сіздерге оңай әрі пісірмейтін желатинсіз жасалатын десертті ұсынатын боламын. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпайық. Толық нұсқасын видеоның астында қарай аласыздар. Ең алдымен печеньемізді блендерге салып үгітіп аламыз. Печеньемізді үгітіп болғаннан кейін құрғақ ыдысымызға саламыз. Одан кейін алдын ала сары майымызды ертіп алып, араластырып, мен 24-тік форма пайдаландым. Сіздер 20-лық немесе 22-лік форма пайдалануға болады. Осылай видеодағыдай ыдыспен реттеп шығамыз. Водяной баняда шоколадымызды ертіп аламыз. Одан кейін құрғақ ыдысымызға сливкімізді құйып, жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Осындай видеодағыдай. Кішкене суыған шоколадымызды осылай алып, кішкене сливкімізді салып жіберіп, араластырып, сливкіміздің үстіне құямыз. Лопатканың көмегімен жақсылап шоколадымызбен сливкіміз араласқанша осылай былғаймыз. Алып қойған формамыздың үстіне құйып, бетін тегістейміз. Жақсылап тегістейміз. Одан кейін мен кішкене шоколад алып қойдым. Соны үстіне әсемдеп, шпажканың көмегімен сызып шықтым. Одан кейін 2 сағатқа холодильникке қоямыз. Сіздерде жасап көріңіздер, өте дәмді, әрі оңай жасалады, уақыттарыңызды кетірмейсіздер. Сіздерде жасап көріңіздер, ас болсын, сау болыңыздар.